Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Құрметті Education YouTube арнасының көрермендері. Бүгін біз автор сонда келетін жүргізуші куәлігін алуға қажет тесттерді талдауды жалғастырамыз, Алла бұйыртса. Бұл біздің үшінші сабағымыз. Үшінші сабақта біз тағы да 40 сұрақпен жұмыс жасайтын боламыз. Тестілеуді бастау батырмасын басайық. Видеоның соңына дейін көрсеңіздер, Алла бұйыртса, автор сонда келетін тесттер жайлы көптеген ақпараттар аласыздар және ол сіздердің жүргізуші куәлігін алуға көмегін беретін болады, Алла бұйыртса. Көрсетілген жол белгісі сізді неден хабардар етеді дейді. Бірінші сұрақта бұл былайша айтқанда ұзақ уақыт тоқтап тұруға болатын жерге дейін 800 метр қалғандығы туралы, жол белгісі орнатылған жерден 800 метрде демалыс аймағы орналасқандығы туралы. Мына жерде біріншісі болу керек деп мен белгілеймін. Жол белгісінен кейін орналасқан өзіңіз тұратын үйге көлік құралымен келуге рұқсат етіледі ме дейді. Мына жерде бұл тыйым салынады деп тұр. Мына астында жөндеу жұмыстары болып жатыр деген белгі болу керек шамасы. Тыйым салынатынын белгілеп көрейік. Мына жерде мына тігінен белгі нені білдіреді? Қауіпті жол учаскелері ернеулерін білдіреді бұл. Сізге көпір үстінде көрсетілген жерге тұрып тоқтауға рұқсат етіледі ме? Мына үзік сарсыздық болған кезде тоқтап тұруға рұқсат етілмейді. Шамасы бұл жерде аялдауға рұқсат етіледі. Бағдаршамның сары үнемі жыпақтаған дөңгелек сигналы нені білдіреді? Екіншісі болу керек. Тура бағытта қозғалса сіздің әрекетіңіз бірінші болып жүріп өтесіз. Сізге орта жүру жолағымен келе жатып қандай бағыттарға қозғалысын жалғастыруға рұқсат етіледі? Бұл жерде тек тура, солға шамасы. Бұл жерде негізі тек тура болу керек. Жеңіл автокөлік жүргізушінің оң жақ жолаққа ауысу кезіндегі әрекеті дейді. Бұл жерде оң жақтан кедергі рөл ойнап, оң жақ тұрған мотоциклге жол береді. Мына жерде бұл рұқсат етіледі. Осы жағдайда көрсетілген қай жерге сізге аялдауға рұқсат етіледі дейді. Шамамен бұл жерде көрсетілген барлық жерлерге рұқсат етіледі. Сіз солға бұрыларда кімге жол бересіз? Бұл жерде тең дәрежелі жол, сондықтан солға бұрылатын кезде мен оң жақтан кедергіні жүк көлігіне жол берем. Және солға бұрылатын кезде мынау да маған оң жақтан кедергі, сондықтан екі автокөлікке де жол бересіз дегенді таңдаймыз. Сіз тура бағытта қозғалып келе жатып, бірінші болып жүріп өтесіз. Автобусқа жол бересіз. Бірінші болып жүріп өтем бұл жерде. Қандай көрсетілген жағдайларда көлік құралының жүргізушісіне алкоголь ішімдіктерін есірткен психотроптық заттар пайдалануға тыйым салынады дейді. Бұл жерде барлығы жағдайда тыйым салады. Мына жерде ақаулардың қайсысы болғанда қатты жауын кезінде көлік құралын жүруге тыйым салады. Алдыңғы терезесі жұмыс істеумен ақаулы кезінде дегенді белгіледім. Жолдың жүру бөлігінің жиегі сипатталған сурет. Бұл жерде барлық жерде жиегі сипатталған. Жол белгілерінің қай суреттерінде басты жолды білдіреді? Басты жол бұл жерде 1, 3 және 4 суреттердің бәрінде білдіріп тұр. Көрсетілген жол белгілерінің қайсысы сізге көлік құралын сағатына 30 км жылдамдықпен жүргізуге тыйым салады дейді. Бұл жерде 1 мен 2 тыйым салады. Қай көлік құралының жүргізушісі автомагистралда кері бұрылу қағидасын бұзды дейді. Бұл жерде мотоцикл жүргізушісі болу керек шамасы. Мына жерде тыйым салынады. Көлік құралынан жүк түсіру үшін жүк автомобиліне қоғамдық көлік емес, осы жолақта тоқтауға рұқсат етіледі ме? Жоқ, тыйым салынады. Осы жағдайда деподан шығатын трамвайға қай көлік құралдарының жүргізушілері жол береді? Бұл жерде шығып келе жатқан кезде негізде жүргізушілердің ешқайсысы жол бермейді. Кіріп бара жатқан кезде жол береді. Автопойыз тоқтап тұрған немесе тұрағы уақытында қандай жағдайларда автопойыз белгісі іске қосылады? Автопойыз тоқтап тұрған кезде дейді. Тоқтап тұрған кезде тек тәуліктің қараңғы уақытында және көлік жағдайларында дегенді белгілейміз. Осы жағдайда сіздің әрекетіңіз тоқтайсыз және қозғалысыңызды тек шлагбаум ашылғаннан кейін жалғастырасыз. Мына қай арақашықтық дистанция болып саналады? Мына біріншісі, мына көк көлік пен сары көліктің арасындағы бірінші арақашықтық дистанция болып саналады бұл жерде. Елді мекен автобустан озғаннан кейін сіз қозғалысыңызды қай жүру жолағымен жалғастырасыз? Бұл жерде жүру жолақтарының кез келгенімен болу керек. Солға бұрыларда кімге жол бересіз дейді. Солға бұрыларда біз кімге жол береміз? Автобусқа жол береміз міндетті түрде.
Иә, автобусқа жол береміз. Механикалық көлік құралын суреті көрсетіледі, рұқсат етіледі. Осы жағдайда сіздің әрекетіңіз тек автобус жүру жолағын босатқаннан кейін қозғалысыңызды жалғастырасыз. Елді мекенде жүріп келе жатып көлік арбаны басып озуға рұқсат етіледі ме? Жоқ, дәл мына жағдайда тыйым салынады. Сіз таяқ жолда тежеудің қандай амалын таңдайсыз? Мына екіншісі болу керек бұл жерде. Көлік құралының бірінші белгісі қосылған ұзақ екпінді жүру отын шығысына қалай әсер етеді дейді. Отын шығысы артады, яғни бензинді көбірек жейді. Ал мына жағдайда барынша оңға қарай ұстану, жүру жылдамдығын азайту, ал қажет болған кезде тоқтау ұсынылады. Өйткені қарама қарсы келе жатыр көлік. Жоғары жылдамдықпен жүрген кезде сізге руль дөңгелегін бір қалыпты басқару ұсынылады, өйткені дөңгелекті шамалап бұру жүріп тректерді қатты өзгертуі мүмкін. Мына бірінші болу керек. Алғашқы көмек көрсету кезінде орнынан таюды қалпына келтіруге болады ма? Алғашқы көмек көрсету кезінде негізі ондай нәрсе жасауға болмайды. Ол дәрігердің жұмысы болу керек шамамен. Жара мен жарақаттың қандай түрінде суланған дәкеден таңғыш салынады? Ашық бас ми жарақаты, пневмоторакс. Шамасы бұл жерде үшіншісі болу керек. Жүргізушінің жол жүрісі ережелерін бұза отырып өзі қатысушы болып табылатын жол көлік оқиғасы болған жерде кетіп қалуы 1 жыл мерзімге көлік басқару құқығынан айырады. Алкогольдік есірткі тұтыну көлік жүргізу құқығынан 8 жылға айыру, 15 тәулікке қамауға алу. Көлік құралын пайдалануға рұқсат етіледі, егер мына жерде тахометр белгіленген тәртіппен жұмыс істемесе. Мына жерде жүк автомобилінің жүргізушісіне тротуарлармен немесе жаяу жүргінші жолдармен жүруге рұқсат етіледі ме? Бұл жерде жүру қауіпсіздігін қамтамасыз ету жағдайы кезінде келу үшін басқа мүмкіндік болмаған кезде объекттерге қысқа жол бойынша жүк әкелетін барлық жүк автомобильдері рұқсат етіледі. Төртіншісін белгілейміз. Егер сіз жүру жолағының белгісі жоқ, екі жақты жүру жолымен келе жатсаңыз, жүру бөлігінің енін ескере отырып өз жағдайыңызды таңдайсыз. Осы жол учаскесінде сізге тіркеме сүйреткен кезде жеңіл автомобильмен келе жатып, қандай жоғары жылдамдықпен қозғалысыңызды жалғастыруға рұқсат етіледі дейді. Тіркемені сүйреткен кезде негізі 110 км болу керек шамасы. Тест сдан, 34 балл жинадым. Енді тестті талдайық. Өкінішке орай соңғысы дұрыс болмаған екен, қазіргісі. Бұл 90 км екен. Мен өзімді 90 км ма деп ойладым, бірақ қателестім. Осылай қателесіп үйренесіздер достар. Міне біріншісі дұрыс екен, екіншісі дұрыс емес екен. Жол белгісінен кейін орналасқан өзіңіз тұратын үйге көлік құралымен келуге рұқсат етіледі ме? Кез келген күні рұқсат етіледі екен. Мен тыйым салынады деген белгілеп қойған екенмін. Төртіншісі, сізге көпірдің үстінде көрсетілген жерге тоқтап тұруға рұқсат етіледі ме? Тыйым салынады екен. Иә, сары үзік-сызық болса да, негізі тыйым салынады. Бұл жерде тек қана аялдауға ғана рұқсат етіледі. Жаңа өзім соны ойладым, бірақ ананы белгіледім. Жетінші, сізге орта жүру жолағымен келе жатып, қандай бағыттарға қозғалысыңызды жалғастыруға рұқсат етіледі? Бұл жерде тура және солға бұрылуға болады. Тек тура дегенді белгілеп қателестім. Және 25-ші сұрақтан қате кеткен екем. Солға бірлерде кімге жол бересіз? Көлік құралдарының екеуіне де жол бересіз. Иә, мына жерде қатты назар аударыңыздар, достар, міне қараңыздар. Мен жаңа бағдаршам жанып тұр дедім да, мынау маған оң жақтан кедергі болады дедім. Мен былай солға бұрылып жатқан кезде сөйтіп осыған ғана жол береміз дегенді бастым міне. Бірақ мына жерде мен мән бермедім. Қосылып тұрған жарқылдақ маягы арнаулы дыбыстық сигналы бар автокөлік. Иә, арнаулы дыбыстық сигналы бар болатын болса, егер былайша айтқанда полиция қызметкерінің ол кезде сіз оған да жол бересіз. Сондықтан мына жерде көлік құралының екеуіне де жол бересіз деген вариант дұрыс. 34-ші сұрақ. Жара мен жарақаттың қандай түрінде суланған дәкеден таңғыш салынады? Ашық құрсақ жарақаты, ашық бас ми жарақатына. Біріншісі жағдайда таңғыш салынады екен. Және ең соңғысы 40. Бұл жерде тіркемемен сүйреткен кезде 110 км/сағ жылдамдықпен жүруге болмайды, өйткені ол қатты жылдамдық 90 км-мен жүру керек. Қалғандарын достар өздеріңіз видеоны басынан бастап көріңіздер. Мен жаңа айтып отырып, шамамен белгіледім сіздерге. Менде негіз байқасаңыздар, автоматты түрде белгілеймін, өйткені мен бұны әбден көп белгілеп, менде автоматизация болып қалған достар. Сондықтан сіздерде тоқтамай күніне 30-40 рет тапсырып, бір 2-3 күн дайындалсаңыздар, автосонның тестінен оп-оңай өтіп кетесіздер достар. Егер видео ұнаған болса, менің талдауым ұнаған болса, видеоға лайк баспасына пікір жазыңыздар. Және менің YouTube арнамасында қоңырау тіркеліңіздер. Және видеоны право алғысы келетін, машина айдауға қызығып жүрген таныстарыңызға, достарыңызға, ағайын бауырларыңызға тарата отырыңыздар. Сіздермен бірге болған жас ағартушы Спабек Марат Бекұлы. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.